математика негіздері сабағы. Бүгін біз математикадан не үйрендік, соның бәрін көрсетіп ортаға саламыз. Жарай ма балалар? Да. Ал шарттық шеңберінен бастайық. Шеңбер болып қалай, Таза ауаны ұзынайып, алақанда шайып, күннің нұры салайып, жүрегімді салайып, жиналған осы шуақты бір-бірімізге шашайық. Тамаша балалар. Біз бір-бірімізбен жылумен бөлістік, иә? Балалар қараңдар, мен бүгін сендерге сиқырлы қоңырау алып келдім. Осы қоңырау арқылы қазір сұрақтарға жауап береміз. Аяру, сен айта қойшы, бүгін аптаның нешінші күні? Үшінші күні. Үшінші күні. Ал үшінші күн қалай аталады, Айсана? Сәсіпі. Бүгін толық жауап. Бүгін сәсіпі күні. Тамаша. Ал кеше қандай күн болды? Аружан. Кеше? Тамаша, кеше сейсенбі болды. Ал балалар, аптада неше күн? Ануар айта қойшы кәнекей. 7. Толық жауап аптада. Аптада 7 күн бар. Тамаша, аптада 7 күн бар. Ал Ерасыл айта қояды бізге, сол 7 күнді айта қояды. Дүйсенбі, сейсенбі, сәрсенбі, бейсенбі, жұма, сенбі, жексенбі. Тамаша, дұрыс айтты ма балалар? Я. Ералы, қазір жылдың қай мезгілі? Тамаша, қыс мезгілі. Ал бір жылда неше жыл мезгілі бар, Нұртас? Қатты? Мезгіл? Толық 4? Тамаша. Ал қыс айларын есімізге түсірейік. Айзере, қыс айларын айта қойшы маған. Желтоқсан, ақпан, тақсан. Қыс айларын есімізге түсірейікші кәне. Желтоқсан, қаңтар, ақпан. Тамаша. Жақсы балалар, сендер сиқырлы қоңырау арқылы сұрақтарға жақсы жауап бердіңдер. Енді біз сабақты бастамас бұрын екі топқа бөлініп алуымыз керек. Ол үшін мына жерден бір сурет таңдап ала қойыңдар. Енді суреттің екінші жағын ашсақ балалар, бізде суреттер шығады, құрастырамыз. Ал қандай ненің суреттері шықты балалар? Бас киім. Бас киім, сосын Қолғап. қолғап. Ал кім қолғапты құрастырды? Мына жаққа отырады. Кім бас киімді құрастырды? Мына жаққа отырады. Ералы отыра ғой. Балалар міне. Енді балалар тақтаға қарайықшы. Балалар тақтаға қарайық. Бізде тақтаға бүгін нелер ілініп тұр? Шар біреу ғана ма? Жоқ. Ендеше не дейміз? Шарлар дейміз, шарлар. Нешеу екен, Ералы? 4 шар ілініп тұр екен. Ендеше бұл шарлар балалар, жай шарлар емес. Бұлар да сиқырлы шарлар. Білесіңдер ме? Өйткені бұлардың ішінде бізге арналған тапсырмалар бар. Ал бұл тапсырманы қалай аламыз? Жарамыз. Дұрыс айтасың, шарларды жарып, ішіндегі тапсырманы алып, біз орындаймыз. Біз қиындықтан қорқамыз ба балалар? Қорқамыз ба? Жоқ. Біз барлық тапсырманы орындап шығамыз, иә? Жақсы. Ал Ерасыл келеді, бізде бір шарды жарады. Бірінші тұрған шарды жаш, кәне, бірінші. Ал көрейік, қандай тапсырма бар екен? Ал көрейік балалар, бізде бірінші тапсырма, ол адасқан сандар деп аталады. Тақтаға қарайықшы мінекей. Мұнда бізде сандар адасып кетіпті үйлерінің. Ал олардың үйлері жоғарыда тұр, иә? Соны біз жинауымыз керек. Бізге тақтаға Ерасыл шығып жинап берсін, ал сендер балалар партада отырамыз да сандарды ретімен қоямыз.
Сонымен біз тура кері санаймыз. Жақсы ма? Ал, кеттік, бастаймыз. 'Сан көршілері деген дидактикалық ойын ойнаймыз. Ол үшін біз саусақтарымызды тыртық
Ералы, 4-тің көштерін айта қойшы маған. Жақсы, тамаша. Аңжан, 5-тің көшілері. 4, 6. Тамаша. Сергей өсәтін жасап алайық, иә, кәне? Боран соғар, оң жақтан. Боран соғар, сол жақтан. Қар, артысы. Қолдақтан. Іші. Қима. Қолдақтан. Тоңғақтан. Баста. Малын. Малақай. Біздің байымыз Алақай. Тамаша. Отыра қоямыз орныңызға. Қараңдар, бізде соңғы шарымыз қалды. Соңғы шарды жару үшін бізде Ерасыл шыға қояды. Көрейік. Ол шарда бізде қандай тапсырма бар екен? Әкеле ғой. Жақсы. Балалар көрейік. Мұнда бізде былай дейді. Сендер есте сақтау деген дидактикалық ойын ойнаңдар дейді. Ойнаймыз ба? Бұл ойында біз қазір мына суреттерді есімізге сақтап алуымыз керек. Сосын өзімізді тексереміз. Жақсы ма? Ал естеріңізге сақтаңдар. Ал тексерейік балалар. Артық сурет қалған жоқ па? Жетпей қалған жоқ па? Тамаша. Біз бәрін дұрыс таңдаппыз, е? Өзімізге қол жеткізіп біздің есте сақтау қабілетіміз өте жоғары екен, е? Ортаға шеңберге шыға қойып. Шеңберге шығамыз. Шеңбер қайда? Қолын ұстап шеңбер жасайықшы. Бүгін сабақта біз не істедік? Ойындар ойнадық, суреттермен жұмыс істедік, иә? Бір-бірімізге жақсы топпен жұмыс істедік, иә? Жақсы. Біз бір сыныпқа келеміз, біз бәріміз бір-бірімізбен доспыз ба? Ал ендеше достық туралы айтайық балалар. Сендер бүгін өте белсенді болдыңдар, тапқыр болдыңдар, барлық тапсырманы өте жақсы орындадыңдар. Сондықтан мен сендерге тәтті сыйлық алып келдім. Қараңдар міне. Және бұл сыйлық жай сыйлық емес. Кәне, бұл сыйлық жай сыйлық емес. Орнымызға тұрамыз, түсіндірейік. Бұл сыйлық сендерге жас математик деген атақ беріледі. Мінекей, көрдіңдер ме?
Мына жағында тәтті сыйлығы бар. Бір-бірден аламын енді. Ал, кәнеки. Ұнады ма сыйлық? Мектеп алды даярлық сыныбында математика негіздерінен көңілді математика сабағын өткіздім. Сабақтың смарт мақсаты балалар 10 көлеміндегі сандарды таниды, тура кері санайды, пішіндерді белгілеріне қарай ажыратып, топтастырады, заттарды салыстырып, артық, кем, тең таңбаларын қолданады. Сандардың көршілерін тауып жазады. Сабағымның жоспары ойын технологиясы бойынша құрылды. Педагогтың жетекшілігімен және топтық ойындар ойналды. Вальдорф педагогикасының эвритмия элементі алынды. Сабақ жоспары балалардың жас ерекшеліктеріне сәйкес құрылды. Сабақ жоспарын құрған кезде балалардың қызығушылықтары мен қажеттіліктерін ескердім. Сабақтың мазмұны оқу мақсатына сәйкес. Сынып сабаққа сай безендірілді. Сабақ ойын түрінде өтті. Балалар әр ойында ойын ережесін сақтады, және олар белсенді болды, қызығушылықпен қатысты. Әрдайым қозғалыста болды, гигиеналық талаптар сақталды. Сандарды тура кері санау кезінде олар едендегі табанмен өту кезінде эвритмия элементін қолданды, яғни олар айналасындағылардың дауысына елеңдемей, өз дауысын естіп, санап шықты. Топтық ойындарда балалар бірлесе ойнады, бір-біріне көмектесті, ұжымдасты. Сыныпта тәртіп ережелері сақталды. Балалар әрдайым қозғалыста болды. Және рефлексия кезінде балалар достық туралы айтқан кезде бүгінгі сабақтан алған әсерлері жоғары деңгейде екенін байқадым. Яғни олар көңіл күйлері өте жақсы болды. Сол себепті мен бүгінгі өткізілген сабағымда өз мақсатыма жеттім деп ойлаймын.